Нархоз университеті дәл сіз ойлағандай емес екен. Магистратурада оқу бұл универде тиімді ме әлде жоқ па? Келесі видеода көретін боласыздар. Жалпы универ 1963 жылы негізі қаланған, биыл 60 жыл мерейтойын тойлады. Универде жалпы менеджмент, экономика, қаржы, халықаралық қатынастар, құқық және басқа да көп салалар бойынша білім беріледі. Университетте магистратура білім беру деңгейі қандай деңгейде? Бүгін видеода білетін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Және универде әртүрлі кәсіби салалар мен стартаптарда қолдау бағдарламалары бар. Жүріңіздер, бірге көретін боламыз. Магистратура бойынша Нархоз университетінде 20-дан астам оқу бағдарламалары оқытылады. Атап айтқанда, бірінші экономика және менеджмент мектебінде 6 оқу бағдарламасы бар. Келесі бізде цифрлық технологиялар мектебі. Бұл жерде бізде 3 оқу бағдарламалар бар. Гуманитарлық мектеп. Бұл жерде бізде 6 оқу бағдарламалары бойынша сабақ беріледі. Және ең соңғы бізде құқық және мемлекеттік басқару факультеті. Бұл мектепте бізде толық 5 оқу бағдарламалары бойынша сабақ берілетін болады. Және көріп тұрғандарыңыздай бізде Нархоз шоп бар. Бұл жерде свитшоттар, әртүрлі аксессуарлар, түрлі заттардың барлығы табылатын болады. Я десек те болады, себебі көп оқытушылар Нархоз университетінің түлектері, оларда PhD деңгейі бар. Және шетелдік оқытушыларда магистратурадан сабақ береді. Себебі IT мамандықтары бойынша көбінесе оқу ағылшын тілінен өтеді, ал қалған мамандықтардан 3 тілде толық сабақ беріледі. Егер де магистратураға дәл Нархоз университетіне түсетін болсаңыз, дәл осындай әдемі аудиторияларда, локацияларда американский стильде сабақ өтетін боласыз. Көріп тұрғандарыңызда осындай кең сахнасы бар Нархоз университетінің акті залы. Бұл жерде 500-ден астам адам сияды. Және әртүрлі мерекелік іс-шаралар, оқу, ашық сабақтар өтілетін болады. Магистратураға түсу үшін арнайы талаптар жоқ. Тек қана кешендік тестілеуді жақсылап тапсырып, грантты ұтса жеткілікті. Біз G2 Masters білім беру орталығы сені 0-ден бастап дайындап, грантқа түсіретін боламыз. Нархоз университетінде оқу тек офлайн форматта ғана жүреді, және кешкі форматта оқысаңыз болады. Өйткені сіздер магистранттар жұмыс жасайсыздар, оқу сіздерге ешқандай кедергі етпейді. Және осындай жаңа оқу құралдарымен, яғни компьютерлермен, пернет тақталармен, осындай оқу аудиторияларымен сіздерді жабдықтандырылған. Нархоз университетінде магистратура грантқа түсу үшін шектік балдар. Қарастырылған Erasmus Plus бағдарламасы арқылы студенттер бірінші немесе екінші семестрде шетелге барып оқып келе алады, яғни шетелдік тәжірибемен алмасып болашақ мамандығына зор септігін тигізеді. Бізде ол үшін арнайы офис жасалған. Офистің аты мансап және жұмыспен қамту орталығы. Ол жерде студенттер әртүрлі компанияларға тәжірибе алмасып, тәжірибе өтуге барады. Атап айтқанда Big Four, The Ritz Carlton, Rixis деген сияқты әртүрлі мықты компаниялармен тәжірибе алмасады. Егер де жақсы өзін көрсетіп, жақсы тәжірибе алмасқан болса, болашақта оқу бітіргеннен кейін оларға жұмысқа тұрып, ары қарай карьерный рост жасаса болады. Нархоз университетінде жыл сайын 80 және 100 адам магистратураны бітіріп диплом алып, қалаған мамандығында жұмыс жасайтын болады. Өздеріңіз білетіндей, бакалаврдың дипломы толық аяқталмаған дипломға жатады. Ал магистратура диплом алу арқылы жоғары дәрежедегі маман болып шығасыз. Деген табиғат, не деген таза ауа. Бұл бізде Нархоз университетінің кіші террасасы. Кіші террасасында жаздың күні таза ауа, мына жерде гүлдер, әртүрлі орындықтармен өздеріңіздің сабақтарыңызды қайталап, немесе достарыңызбен әңгіме дүкен құрсаңыздар болады. Қараңыздар, осындай әдемі табиғатпен жақсылап салқын сусын ішіп, магистратураға, грантқа түсіп оқысаңыздар болады. Нархоз университетінің басты мақсаттарының бірі студенттерге жеке және кәсіби дамуына мүмкіндік жасау. Сондай-ақ студенттерге барынша жайлылық сыйлау. Студенттері осындай әдемі саябақта, яғни ботанический бақта өзінің уақыттарын көңілді әрі демалыстарын жақсы өткізеді. Қазір біз Нархоз университетінің студентінен Нархоз университеті туралы жалпы мағлұматтарды сұрайтын боламыз. Сәлеметсіз бе, Ақнұр? Есім Абылайхан болады, G2 Masters магистратура дайындайтын оқу орталығынан. Жалпы Нархоз университетінде қазір оқып жатырсыз ғой, нешінші курс? Мен 2-ші курс студентімін, психология мамандығында оқимын. Жалпы университеттің оқу несі, деңгейі қалай жалпы? Мұғалімдер қалай сабақ береді дегендей? Бізде Нархоз университетіндегі оқу деңгейі менің ойымша өте жоғары деңгейде. Бізде расписаниемізді, күнтізбемізді өзіміз құрамыз. Соның арқасында біз жұмыспен оқуды қатар алып жүруге өте үлкен мүмкіндіктер жасалған. Және мұғалімдердің білім беру деңгейі де өте жоғары, өте
білімді мұғалімдер. Өте керемет. Жалпы магистратураға сіз өзіңіз түсу ойда бар ма? Сіз қазір 2-ші курс, 4-ші курс аяқтаған қай универге магистратураға түсесіз? Мен ойладым, осы психология мамандығын бітіргеннен кейін осы Нархоз университетінде осы жылы ашылған психология магистратурасына түсемін деген мақсатым бар. Өте керемет. Сәттілік сізге, оқуыңызды жақсылап тәмамдап, диплом алып, магистратураға түсіңіз біз арқылы деп па. Жалпы магистратураға қалай түсетініңді білмейтін болсаң, біздің Instagram парақшасына өтіңіз. Біз Жету Мастерс магистратураға дайындайтын оқу орталығы 8 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмыз. Осы 8 жылдың ішінде 10 мыңнан астам студентті магистратураға грантқа түсірдік. Егер де біз арқылы оқып магистратура грантқа түскің келсе, төмендегі номерге жазып, Инста парақшаға өт. Get that, бәрін таста.